Жетісу облысында жүзеге асып жатқан құрылыс жобаларына қосымша 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Соның 7 миллиард теңгесі тұрғын үй құрылысына, қалғаны Сарыөзек-Көктал тас жолын күрделі жөндеуден өткізуге жұмсалады. Бұл туралы осы өңірге жұмыс сапарымен барған индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Жетісу облысында биыл 320 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Оның басым бөлігі Талдықорғанда салынып жатыр. Облыс орталығында 15 мың адам үй кезегінде тұр. Қаланың инфрақұрылымын дамыту жұмыстарында қосымша қаржы қарастырылмақ. Ведомство басшысы Сарыөзек-Көктал тас жолын күрделі жөндеуден өткізу мәселесіне де айрықша тоқталды. Алдағы уақытта Кербұлақ ауданындағы цемент зауытының ауыр техникалар мемлекет қаржысына салынған жолмен жүріп, оны бүлдірмейтін болады. Бұл бағытта екі жақта келіссөз жүріп жатыр. Бюджет нақтылау шеңберінде биыл бөлінген 3,5 миллиард ақшаға қосымша 4,7 миллиард ақша бөліп, биыл сол жолды толық қосамыз. Ол жалпы халықтың игілігі үшін жасалатын жол, өйткені айналма жолдан өтпейді, ары қарай халыққа ыңғайлы болады. Зауыттың директорымен бірге келіссөз жүргіздік. Ол зауытқа өзі айналма жеке басқа жол салатын болады. Оны қосымша пысықтаймыз. Бірден қазір ол мәселе шешілді деп айта алмаймыз. Алдағы бір 10 күннің ішінде түпкілікті бір шешімін айтатын боламыз.